Қазақ тілі үшін барымды беруге дайынмын. Менің рухани тірегім Абай Құнанбайұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мұхтар Әуезов. Қазақ тіліне үңілген сайын тереңдей түстім. Қазақ тілі қазір тек қана кедей қазақтарға, ауылдың қазағына, доллары жоқ қазақтарға керек боп қалды. Қазақтың өзінің жүрек жарды тілі болуы керек. Соған жете алмай жүрміз. Оны мен емес, қазақтардың өздері айтуға тиіс. Менікі жай ғана қазақтың арасында өскендіктен, қазақтың тілін білгендіктен, қазақтың өзін танығандықтан айтып отырған дүние ғой. Өзінің ойын еркін айтатын ақын жазушылар саусақпен санарлықтай. Қалғандары тек жүрсең тоқ жүресің деген сияқты үнсіз. Менің достарымның араласып жүрген жазушыларымның көбісі осы белгер сөйлесін, оған ештеңе бола қоймас, неміс қой деп бәрін маған ысыра салады. Өздері үндемей қалады. Көбісінің есілдерді орден алу, атақ марапатқа бөлену. 70-ке келген жазушыға атақ пен орденнің неге керегі бар екенін керемет қайран қаламын. Бұл енді қазақ жазушыларының бір психологиялық ерекшелігі болуы керек. Мен тіпті оларға кешіріммен қараймын. Еш қайсысын сөкпеймін. Түсінігі солай болса, оларға не істей аласың? Тіпті кеше мен бір жерден мынандай әңгіме естідім. Көп жылдан бері бір қазақ үлкен орден алғысы келеді екен. Сол бір баласының атын ырымдап, ордендай деп қойыпты. Есілдерді орден болып тұр ғой. Сондай бір түсініксіз, адамның миына қонбайтын нәрселер бізде аз емес. Герольд Бельгер, 1934-2015 жыл.